Армысыздар менің қадірлі оқырмандарым, тыңдармандарым. Әдеттегідей нейрографиканың келесі сабағын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін 9 сектордың біреуі, баланстың 9 сектор бар дедік қой. Соның келесісі отбасы деп аталады. Ең маңызды мәселе солай емес пе? Отбасы әрбір адамның өмірінде ерекше рөл атқаратын нәрсе. Неге? Өйткені адам жұмыста жүруі мүмкін, басқа жерге саяхаттауы мүмкін, бірақ өзінің үйіне келген кезде ол өзін сондай жайлы жерге келгендей сезінеді, өзін қауіпсіз сезінеді, өзін жайлы сезінеді. Сондай бір мекеннің бірі, жәннат мекеннің бірі осы отбасы, өзінің үйі. Одан жақсы адамға жайлы орын жоқ. Солай емес пе? Енді сол жерде адам өзін емін-еркін сезінеді дедік. Ол жерде адам өзін жайлы сезінеді, қауіпсіз сезінеді. Енді кейбір кезде қонаққа барамыз, қонаққа барған кезде қонақ шақыратын адам не істейді? Барлық жағдайды қонақтарына жасап қояды. Үлкен қылып жайнатып дастархан жаяды, өте ысып кетпейтіндей қылып салқындатып қояды, кондиционер қосып қояды. Сусындардың неше түрлісі бар, су ішкің келсе, тамақ жеймін десең барлығын дайындап қояды. Музыка қойып қояды, жайлы неше түрлі жағы. Музыкалардың дайындап қояды, бірін болмаса бірін қоятындай қылып дайындап барлығын. Билеуге аппаратура дайындап қояды, кең жер дайындап қояды билеуге де. Ыстықтасаң, сыртқа шығып әңгімелесем десең, отыратын орындықтар дайындап қояды, сыртқа шықсаң. Барлық условияны, барлық жағдайды жасап қояды. Бірақ сонда да адам өзін жақсы сезіну мүмкін, бірақ жақсы сезініп отырады, өйткені бәрі бар, барлық жағдай жасап қойды. Бірақ сонда да адам өзін шамалы болса да ыңғайсыз сезініп отырады. Байқайсыздар ма, қатты күлейін десең, жұрттан ұят сияқты бір өзіңді ыңғайсыз, қатты күлмейсің. Даусыңды көтеріңкі сөйлейін десең, өйткені ана жерде көп адам бар, өзіңді жаймен, баяу дауыспен сөйлеуіңе тура келеді. Көп сөйлейін десең де ыңғайсыз, аз сөйлейін десең де ыңғайсыз, қатты күлейін десең де ыңғайсыз, өзіңді біртүрлі сезінесің. Қанша жағдай жасалғанмен өзіңнің үйіңдегідей сезіне алмайсың. Неге? Өйткені ол сенің үйің емес, оны өзің біліп тұрасың. Қазақ әдебиетінде өзінің елеулі орны бар, Жиренше деген шешен бар. Сол Жиренше шешен өте бай болмаған ғой, бірақ Алла оған сөздің құдіретін сезіндіруді берген. Ол сөзді тауып айтатындығымен, шешендігімен ерекше көзге түскен адамдардың бірі. Енді сол Жиренше үйі өзінің үйі, кішкене ғана үйде тұрады екен. Үй дейтін үйде үй емес, кішкене шап-шағын ғана үйде тұрады екен. Сонда хан оны бір емес, бірнеше рет өзінің үйіне тұруға шақырыпты. Ай, Жиренше, біздің үйге келіп тұрсайшы, ана үйің тар ғой сенің, деп қайта-қайта үйіне шақырыпты. Бірақ Жиренше не дейді? Жиренше айтады, жоқ, менің өзімнің үйім бар, өз үйім болады менің, деп ханның үйіне тұруға келіспепті. Сосын бір күні хан осы үйім бар деп қоймайды, үйім барып көрейінші, қандай үйде тұрады екен, деп хан Жиреншенің үйін іздеп жүріп тауып алып, қараса, үй деп айтуға аузы бармайтын, кішкене ғана күрке екен. Төбесін шөппен, қамыспен, сабанмен жауып қойған. Өзі тар, жатқан кезде аяғы далаға шығып тұрады екен. Тіпті тар екенін соншалық. Соны көреді. Сонда Жиренше, ой, айхай, өз үйім, кең сарайдай боз үйім деп рахаттанып, аяғын созып жатыр екен. Бұл енді аңыз ғой. Дәл осылай болды ма, болмады ма, оны біз білмейміз. Болған болуы да мүмкін. Енді неге ол өзінің үйін емес, сол жерді ыңғайлы сезініп тұр? Өйткені ол жерде ол ұйқысы келсе жата салады. Суға түскісі келсе суға түсе салады.
тамақ жегісі келсе жей салады, сөйлеймін десе сөйлей салады, иә. Не істеймін, қонақ шақырам десе қонақ шақырады. Ешкім оған неге өйттің, неге сөйттің деп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан ол өзін біреуге масылда болғысы келмейді, өзімен өзі тұрған жақсы көреді кейбір адамдар. Менің де анам сондай тұғын. Сонда ол өзінің үйін анау ханның сарайынан да жоғары қойып тұр. Байқап тұрсыздар ма? Неге? Өйткені ол өзінің жеке меншік үйі. Барлығымыз да сондаймыз. Мысалы, біреу сізге біздің үйге келіп тұр десе, барамыз, бірақ бір күн жүреміз, одан кейін ой қайтамыз дейміз. Қадірімізді кетіргіміз келмейді да, өзіміздің. Отбасы деген, сол отбасы деген өзіңнің үйің деген сөз. Отбасы деген ең жылы мекен, өзіңнің жайлы сезінетін мекенің. Отбасындағы әрбір адам ол сізге берілген Алланың сыйы. Мысалы, отбасы кейбіреудің шағын болады. Кейбіреудің отбасы өте үлкен болады. Бірақ үлкен болсын, кішкентай болсын, сол отбасындағы әрбір адам сіз үшін өте маңызды. Солай емес пе? Сондықтан осы отбасы секторында айтатын нәрсе, осы отбасыңызда қанша адам бар, сол адамдардың төңірегінде ғана армандай аласыз. Ол сіздің отбасыңыздың мүшелері бар ғой, үйдегі адамдар, сол адамдардың төңірегінде ғана армандауға болады. Ол қандай мысалға? Мысалға, үйіңіз бар, отбасыңыз, бірақ үйіңіз шағын. Сіз үлкен үйге көшкіңіз келіп жүр. Үлкен үй алғыңыз келіп жүр. Міне, мен үлкен үйге көшіп, қоныс той тойлап жатырмын. Яғни, новоселье ғой, қоныс той деген, новоселье жасап жатырмын. Туған туысқандарымның барлығы шашуын шашып, бізді құттықтап келіп жатыр. Мен біздің отбасымыз түгелдей бақытты. Енді сол отбасындағы мүшелердің барлығына тоқталып айтып шығуыңызға болады, жаңағы үй алғаны туралы, қоныс той тойлап жатқаны туралы, сондағы туысқандарыңыздың жаңағы несі туралы 3 емес 4, 5, 6 сөйлемге дейін жазуға болады бұл жерде. Өйткені отбасы жалғыз адамға қатысты емес, бүкіл отбасындағы адамдарға қатысты ғой. Осы үй алу деген, осы отбасы деген секторға кіреді. Түсіндік па? Сол отбасындағы адамдар, мысалға, үлкен қызым оқуға түсті, грант ұтып алды. Қызымның жүзінен бал-бұл жанған бақытты көріп тұрмын, бақыттың ұшқынын көріп тұрмын деп жазып қоюға болады. Болмаса, кіші қызымның олимпиададан орын алып келді, қуанышында шек жоқ. Оған қарап мен де қуанып отырмын. Сол жеңісімізді мынадай бірдеме деген кафеде атап өтіп отырмын деп жазып қоюға болады. Жеңіске жетсе, жеңісті атап өтеді ғой. Өйткені сол отбасында тұратын отбасының мүшесі ол, соның жеңісі. Сондықтан осыған жазуға болады, отбасы дегенге. Отбасыға тағы нені жазуға болады? Тағы да үйге бір жаңадан зат сатып алатын болсаңыз, мысалға, көптен бері армандап жүрген нәрсе. Мысалға, біреулер үлкен кондиционер алуды армандап жүреді. Өйткені өзінікі сәл кішкентайлау. Үлкен кондиционер алып үйге орнатып жатырмыз. Оның функциялары өте көп екен. Бәрі қуанып жүр деген сияқты жазуға болады. Жалпы отбасы деген түсінікті ғой, аса бір күрделі ештеңе жоқ ол жерде. Енді негізі осы нейрографика саласын
9 секторы бар дедік. Соны аяқтауға жақындап қалдық. Егерде барлық сабақтарды үзбей көріп жүрген болсаңыз, 9-ға уже жақындап қалды. Енді осы 9 сабақты өтіп болғаннан кейін не істеймін? 9 сабақты өтіп болғаннан кейін барлық әр секторда бір-бір арманнан тіледік қой. Соның барлығын басын құрастырып, жазып қоятын сәтті көрсетемін. Әр сурет салғанда бір ғана арманнан тілеп отырық қой, бір ғана тілектен тілеп отырмыз, е? Осы уақытқа шейін қаншама сурет салдық. Мынаның барлығы менің салғандарым. Бұл жерге тақта толып кетті. Тақтаның барлығы толды. Бұл жерге сыймай, басқа жерде тұрғандар да бар. Негізі айтып отырмын ғой, мен күнде бір суреттен салып отырам. Сол жақсы екен негізі, өте пайдалы екен. Мен түсінгенім. Енді осы әр секторға бір-бір арманнан тіледік. Енді соның барлығының басын құрастырып, жаңағы үлкен плакатқа орналастырамыз. Соны көрсетемін. Ол міндетті түрде 1-2-3 февральда құрастыру керек негізі. Мен бірақ енді ол кезде мен қолым тимеуі де мүмкін. Ол кезде жұмыстың кезі ғой, мен отпускідемін қазір. Ол кезде мен қолым тимеуі мүмкін. Бірақ мен сіздерге қазір көрсетіп қоямын, қалай жасау керек екенін. Бірақ қазір жинамайсыздар, қазір ол бөлек-бөлек тұра берсін. Енді сұрақ болуы мүмкін кейбіреуде, неге 1 февраль, неге 2 февраль, неге 3 февраль деп. Неге басқа күні жинамасқа деп айту мүмкін кейбіреулердің. Өйткені 1 февраль Қытайлардың календары бойынша ол Қытайлардың жаңа жылы екен. 1 февраль жаңа жыл, 2-3-не дейін тойлайды екен. Бізде тойлаймыз ғой, ана 31-і, 1-і, 2-сі, 3-не дейін жаңа жыл дей береміз ғой. Наурызда да сөйтеміз, ана 19-шы наурыз болса, наурыз құтты болсын дейміз. Сол құтты болсын, наурыз құтты болсын дегенмен 24-не дейін құтты болсын болып жүреміз ғой. Оларда да сондай екен. Сондықтан ол Қытайлар 1 февральды ерекше санайды. Өйткені ол күні қандай тілек тілесең де орындалатын күн деп есептейді екен. Ол күні планетада жаңағы үлкен байланыс жүріп жатады екен. Білмейміз ғой біз Қытайдың нелерін. Бірақ өздері сөйтіп сенеді екен қатты. Сол күні тілеген тілектің барлығы орындалады. Орындалмайтын тілек жоқ ол күні дейді екен олар. Ерекше қастерлейді екен. Сондықтан сол күні құрастырған жақсы. Бірақ мен сіздерге көрсетіп қоямын. Өйткені ол күні менің қолым бос болмай қалуы мүмкін. Енді әр күні әр тілекті тілеп, барлығын дұрыс менімен бірге бірлесіп жұмыс жасап жүрген болсаңыздар, сіздерге ол нені құрастыру аса қиынға соқпайды. Барлығы дайын, тек суреттері, армандаған нәрсенің суреттері бар болу керек міндетті түрде. Артқы бетіне жасырамыз ғой. Өткенде айттым ғой, көрсетіп жүрмін ғой, үнемі айтып жүрмін ғой. Соның суретін шығарып аламыз фотоцентрдан деп ше. Фотоцентрден деп. Соларды дайындап қою керек. Соның барлығын жинаймыз. Ол бір аса қиындық келтірмейді. Оңай. Көрсетіп берем. Сол күні. Енді осы нейрографиканың 9 секторын бітіргеннен кейін мен сіздерге керемет маған бонусқа берген сол сабақты. Соны сіздерге көрсетемін. Ол сурет салатын емес, ол кәдімгі техника. Ол өте керемет техника. Осымен қосып қойып қоясыздар онда. Келесі сабақтарда көрсетем, осыны 9-ын бітіргеннен кейін көрсетем. Ол енді өте мощный техника. Мынау дөңгелектердің барлығы өте керемет нәрселер. Әр дөңгелектің де 3 бұрыштың да 4 бұрыштың да өзінің мағынасы бар.
Енді осы нейрографиканы 2014 жылы Павел Пискарев деген кісі өзінің ғылыми диссертациясында осының адамның денсаулығына өте пайдалы екенін дәлелдеп берген. Өздеріңіз білесіздер, ғылыми диссертация жазу өте қиын. Диссертацияны әшейін ішіне қорғай салмайды. Оны ғылыми түрде дәлелдеуге тура келеді. Бұл ғылыми түрде дәлелденген нәрсе сонда. Кейбіреулер ойлайды, әшейін сурет салып отыр, мидастып. Ол орындалмайды, ол өтірік деп сенбейтін адамдар болады. Сол адамдарға өте обал, өйткені ондай ғажайыпқа, жақсылыққа сенбейтін адамның өмірде жолы бола бермейді. Ол адамдарды аяуға болады. Аянышты адамдар олар негізінде. Өйткені тек жақсылыққа сенген кезде ғана ол жақсылық болады бізге. Біз өзіміз сенбей тұратын болсақ, ол ешқашан бізге ол арманымыз орындала бермейді. Өйткені біз сенген жоқпыз ғой. Көп нәрсе біздің миымызда болып жататын процесс. Мысалы, осы армандаған кезде адам визуализация дейді ғой. Көп, мысалға, осындай болады, мен осындай үй алам деп, кейбіреулердің үйі тар болады да, үлкен үй алуды армандап жүреді. Мысалы, мен апам бар, үлкен үй алғысы келеді. Үнемі үйім болса дейді, үлкен үйім болса дейді. Қазір үй бар ғой, үлкен болса дейді. Онда кішкентай үйді онша ұнатпайды. Солар мысалы осыны салып армандаса, міндетті түрде орындалады. Бірақ соны орындалатынына өзі сену керек бірінші. Өзі сенбесе, оның бәрі бекер әшейін. Осы суретті салып отқан кезде, соны мысалы төрт бұрышында салып жатырсыз ба? Мынау үйімнің терезесі деп елестету керек қой. Домалақ қылып салып жатсыз ба? Мынау менің үйімнің люстрасы деген сияқты қылып ше. Әрбір деталіне мән беріп салу керек та. Әшейін сала салмау керек. Мен алдын ала простой карандашпен салып, тілек тілеп алам. Өйткені бірден видеомды бастап кететін болсам, мен тілек тілеуді ұмытып кететінім бар. Мен курс оқып жүрген кезде үнемі ұмытып кететін тұғым. Тыңдап отырам ғой, не туралы айтып жатыр деп. Жазып алып атам, кейде қолымда дәптер, ручка. Ал бастаймыз деген кезде бірден бастап кетеді екенмін ше. Кейін өзім асықпай істеп алам ғой деген ой болады ау деймін негізі менде. Негізі бірдеңені қызығып отырсаң тез үйренесің ғой, байқайсыздар ма? Қызықпай тұрса, ол миымызға қону қиын болады. Ал өзіміз қызығып тұрсақ, тез жаттаймыз. Тез есімізде сақтаймыз. Ал енді басқа түспен бояйық.
мынаның ішіндегі дөңгелектерді бояймыз. Дөңгелектер деген керемет нәрсе. Дөңгелектердің барлығын боядық. Енді мынадай жаңағы сызықтарды жібереміз. Бұл сызықтар өте маңызды. Бұл сызықтар бір-біріне өте ұқсамау керек. Бұл сызықтар үшкір болып тұрмау керек. Бір жерлері қосылмай қалмау керек. Округлясь етеді дейді ғой, жаңағы бәрін ыңғайлы қылып жаңағы дайындап қоюымыз керек. Бір-біріне қосылмай қалған нәрселер ол орындалмай қалуы мүмкін. Ондай нәрсе болмаған дұрыс, ыңғай келсе. Үстінен бір емес бірнеше рет басқан жақсы. Сабақ сайын айтып жүрмін ғой. Ажырасып жүрген ерлі зайыптылар болса, осы отбасы деген секторға бізде бәрі жақсы. Біздің татулығымыз, біздің бір-бірімізге деген түсінушілігіміз өте жақсы деп жазып қою керек тілек тілеген кезде. Сол кезде біздің ауызбіршілігіміз мықты, біз бір-біріміздің сөзімізді жерге тастамаймыз деген сияқты сөздер болу керек. Өйткені отбасы осыған кіреді ол. Ажырасып жүрген жұптар деген. Енді әр сурет салған кезде бір-бір арманнан жазып, әр секторды өткен кезде бір-бір арманнан жазып, сіздерде 9 сурет болды деген ойдамын. Мен сияқты. Менде 9-дан асып кетеді әрине. Бірақ енді мен 9-ын сіздерге көрсетем, бәрін жинақтауды. Бірақ сіздер оны 1 февральда жасайсыздар жинақтап. Қазір қалай жинақтау керек екенін көріп алыңыздар. Қажет болса жазып қойыңыздар, кейін таппай қалмас үшін ше. Солай емес пе? 1 февральда жасаймыз сосын. Бірақ оған дейін жеке-жеке қойып қоямыз ғой. Бірақ барлығын сол кезде жинақтаймыз. Ол февральға дейін орындалып та қою мүмкін. Егер де бәрін дұрыс жасаған болсаңыздар, тез орындалатындар болады. 1 февральға дейін әлі қанша ай бар ғой? Әлі июль қазір.
Сондықтан 1 февральға дейін орындалып та кетуі мүмкін біздің армандарымыз. Оған дейін қаншама өзгеріс болады. Солай емес пе? Солай сияқты. Енді тілек тілеген кезде осы әр сектордың өзінің нені айтуға болады, солар туралы айтып жүрмін ғой мен сіздерге. Бизнесте мысалға өзіңіздің бизнесіңіз туралы, бірақ күйеуіңіздің бизнесі туралы қосуға болады. Бірақ ол жерге үй сатып алсам деген нәрсе болмайды. Өйткені ол бизнес, карьера ғой. Ал мынау неде? Отбасында мысалы мен машина сатып алсам деген болмайды. Өйткені отбасылық машина болғанмен, ол жерде үй туралы, отбасындағы мүшелердің жеңістері туралы ғана айту керек. Әрқайсының өзі не болады, не болмайтынын мен сабақтарда айтып өттім. Сіздер оны есте сақтады деген ойдамын. Енді осы 9 секторды бітіргеннен кейін енді тағы бір сектор бар, байлық деген. Келесі сабақта сол байлық туралы айтатын боламын. Байлық деген барлығына ең қызықты сектордың бірі ғой. Көбісі осыны жақсы көреді, байлық туралы. Соны қашан жазамыз, соны қашан айтамыз деп асығып отыратын баяғыда мен курс өткізген кезде. Неге? Өйткені сол байлық, ақшасы жоқ адам үшін байлық маңызды ғой. Ал ақшасы бар адам үшін байлық деген әшейін-ақ нәрсе болып көрінеді. Бір кездер менде ақшам аз болған. Бір кездерде менде 100 000 теңге айлық алатын тұғым. Сонда да жеткіздік. Ақша аз болған сайын оны үнемдеп жұмсауға тура келеді. Енді қазір Құдайға шүкір ғой. Негізі көптеген техникаларды айттым ғой сіздерге. Ақшаның келуі, келмеуі, ақшаның көп келуі, айлығыңыздың аз болуы бәрі өзіңізге байланысты. Барлығы сіздің қолыңызда тұр, былай қараған кезде ше. Неге? Өйткені сіз өзіңіз қандай да бір себептермен сол ақшаны келмеу үшін жұмыс жасап тұрасыздар кейбір кезде. Бірақ өздеріңіз оны білмейсіздер. Мида шектеу болып тұрады да көбіне. Мида шектеу тұрады, сосын ол келмейді ол ақша. Мида шектеу болмау керек. Мысалға, кейбір адамдарға байлық деген жаңағы сабақ бар ғой, жаңағы келесі сабақта болады, сол байлық деген сабақ. Осы видеодан кейін болады, ең соңғы сектор. Негізі мен байлық емес, қалай бай болуға болады деген сияқты нелер өткіздім ғой, курстар өткіздім ғой. Сол кезде 3 қыз оқыттым. 3 қыз оқыды менен. Сол қыздармен жұмыс жасағанда мен таң қалдым. Өйткені жаңағы миларындағы шектеудің көптігі сондай. Жаңа ақшаның, мысалға, өзінің айлығы 60 000 екен жаңа қыздың. 60 000 деген енді алаңсы аз ақша ғой, былай қараған кезде енді. Сол 60 000 ақша алам дейді. Енді соны 3-ке көбейтіп, сондай ақшам бар деп ойласай десем, ол мүмкін емес қой дейді ғой. Сонда жаңағы 60-ы 3-ке көбейту, оған көп ақша сияқты болып көрініп тұр ғой енді. 2-ге көбейтейінші дейді. Мейлі дедім, 2-ге көбейт. Соны 120 000 деп, соның өзіне сене алмай жатырмын дейді да. Ондай ақша болуы мүмкін емес, өйткені мен 60 000-ды аламын дейді, бірден қарыздарыма қайтарып берем ғой, мен қарызға батып қалам дейді. Ана айлықтан айлыққа мен әрең жетем дейді. Сонда мысалы 60 000-ды қарыздарыңа таратып жібердің, қолыңда 60 000 қалды ғой десем, жоқ, ол қалмайды ғой по-любому дейді. По-любому ол қалмайды ғой дейді. Сонда көрдіңіз бе, оның миының шектеліп қалғаны қандай деңгейде екенін. Сол қызбен біраз жұмыс жасадым. Енді одан кейін білмеймін не істеп жатқанын өзі. Одан кейін хабарласқан жоқпын. Қазір қолымда тиіп жатқан жоқ қой. Видео түсіріп қойым керек болып тұр. Отпускың кезінде кейін бір хабарласса айтатын шығар өзі жағдайың қандай болып жатқанын. Сонда мен сол қызға қарап таң қалғанмын. Ойбай, не деген шектеу деп. Ондай шектеулер кез келген адамда болады. Мысалға, менің жаңағы бір оқушым болды, атын айтпай ақ қояйын, қандай оқушы екенін. Сол оқушы
жаңағы сабақта отырмын ғой, сабақ өзім сабақта тұрмын. Бір кезде оқушыға сөйлем құрастыр десем, жаңағы оқушы айтады ғой, біздің апайдың тағып жүрген маскасы миллиондарда кездесетін маска деймін, бірдеңе дейді әйтеуір. Сонда өзі оқушы мұғалімнің маскасын әңгіме қылып тұр ғой. Енді былай қарасаң, ол өте нашар нәрсе. Бір түрлі болдым. Негізі өзі жақсы оқитын оқушы тұғын. Негізі дәл сол оқушыдан сондай нәрсені күткен жоқпын да. Ойладым, үйінде тәрбиесі жақсы шығар деп. Өйткені оның бір тәтесінде оқытқан алдында. Сол тәтесіне класс жетекші болған, сынып жетекшісі болып. Сөйтіп жүрген қыз ғой, жақсы көретінмін сол қызды. Өйткені әйтеуір басқалармен салыстырғанда өте жаңағы. Бірақ жаңағыдай айтып тұрған сөзі, ол мысалы мен маскамды әңгіме қылып, ол маскамның нашар екенін айтып тұр ғой. Енді былай қараған кезде миллиондарды тағатын маска, біздің Айнұр апайда жүр дейді. Сонда біреудің киіміне қарап айту, біреуге бір сын айту, ол негізі неден болады? Ол да сол бастағы блоктардан болады. Значит, ол қызда үлкен блок бар. Ол қызбен көп жұмыс жасау керек. Өйткені ол проблемамен ертең қиын болады оған, иә? Бірақ әрине мен ол қызға оқушыға өйтіп айтқан жоқпын. Сенде блок бар, сен мындайсың, сен үйінде мындай болған кезінде. Ата-аналар кейде енді үйде отырған кезде баланың көзінше көп нәрсе айтпау керек қой. Мысалы, ақша жоқ, мынаны естиміз, ананы біз қарызға алдық, оны келесі айда бере аламыз ба, бере алмаймыз ба, бере алмайтын болсақ мына бір нәрсені үйге сатып жіберейік, сөйтіп сол қарызымыздан құтылайық деген сияқты нәрселерді негізі баланың көзінше айтпаған жақсы. Өйткені бала соның барлығын губка сияқты бойына сіңіріп алады. Мынандай екен ғой деп. Мысалы, ол ата-ана үйінде отырып, біреудің киген киімін айтып қалатын болса, баланың көзінше, ойбай, сондай киіп апты, көрдің ба, масқара, сондай нәрсені киіп кепті, содан басқа киімі жоқ сияқты, бір киімді киіп жүреді деген сияқты бір әңгімені айтатын болса, бала да соны бойына сіңіріп өседі кішкентай кезінен бастап ше. Шектеулер ғой соның барлығы. Сосын ол бүйтіп адамның киіміне қарап жүреді. Сосын мамам сөйтіп айтып еді, мыналарда ондай емес пе екен. Мамам киімін қарашы деп айтып еді, мынада да сондай емес пе екен деп біреудің киіміне мән беріп отыратын болады да. Мысалы, біз өзіміз киімге мән бермейміз ғой. Мысалы, мен өзім основной сондаймын. Біреудің не киіп алды, киіміне қарамаймын. Біреудің киімі түгіл, өзімнің киіміме де дұрыстап қарамаймын өзім. Әйтеуір киім ба, киіп алып жүре беретін әдетім бар. Негізі біреудің киімін қарап, оны әңгіме қылу, ол да үлкен шектеулердің бар екенін байқатады негізі. Негізі сол шектеулерден уақытылы арылып отырған жақсы.
Міне, біз аяқтадық. Бұл біздің отбасыға арналған суретіміз, нейрографикалық суретіміз болды. Байланыстар бар, міне, мынаның барлығы байланыстар, мына отырғанның барлығы домалақтар. Бұл енді әрине отбасыға керек нәрселер барлығы. Енді кез келген нәрсенің барлығын жаңағы армандап салдық. Өзіміз ойланып жүрген нәрсенің барлығын. Енді бұл жерде үш бұрыш көп қой, міне қарап тұрсақ, үш бұрыштар бұл жерде өсу қарқыны, қозғалыс, алға қарай жылжу деп есептеледі. Кейбір кезде конфликт болып есептеледі, обострение болып есептеледі. Бірақ енді осы үш бұрыш төбеге қарап тұрма, төмен қарап тұрма, қиғаштап қарап тұрма, соған байланысты көбіне. Сол конфликтті шешу деп салу керек сол суретті ше. Осы отбасында конфликт болмасын дегенде салу керек. Енді төрт бұрышты келетін болсақ, төрт бұрыш бар ма бізде? Төрт бұрыш бар, міне толып тұрған төрт бұрыштар бар. Үш бұрыштардың ішінің бәрі төрт бұрыш қой. Төрт бұрыш деген не? Төрт бұрыш деген тұрақтылық, постоянство дейді ғой, тұрақтылық. Енді үш бұрышты айттық, өсу, қозғалыс дедік, төрт бұрыш тұрақтылық дедік, дөңгелек деген гармония. Сонымен бірге байлық болып есептеледі, сонымен бірге жүктілік болып та есептелуі мүмкін. Кейбір балалы болғысы келетіндер, бірақ балалы болғысы келетіндер бұл жаңағы отбасы деген секторға жазбайды. Балалы болу туралы мен өткенде айттым, соған жазады. Сонымен бірге мынауда жүрген сызықтар, бір-бірімен жалғанып тұрған сызықтар, олар әрине соларды байланыстырып проблеманы шешіп беруге көмектесетін нәрсе. Осы жерде синусоиды деген нәрсе болмау керек. Синусоиды деген не? Ол бірдей ғана сызық сызылу. Ондай бірдей сызатын болсақ, ол бізге нейрографика болмайды. Жаңағы ол қандай нәрсе? Мен қазір көрсетейін, бормен сызып көрсете салайын. Барлығы бірдей болатын болса, сызықтың барлығы бірдей болатын болса, ол синусоиды болады. Ол бізге керек емес. Мысалға міне, бұлайғы барлығы бірдей анықтаушы сияқты қылып сызатын болсақ, міне, бұларда сызғышпен бұлай өлшейтін болсақ, барлығында бірдей міне. Біреуінде 2 сантиметр, біреуінде 2 сантиметр, біреуінде 2 сантиметр, қарап тұрсақ. Ол болмайды. Бұл синусоиды. Бұлар бізге керек емес. Ал бізде жаңағы нейрографикада бізде міне біреу бұлай болса, біреу мынақа қарай кетіп, үлкен болып, бұлай болып кету керек, мысалға. Міне, есептейтін болсақ, мыналардың біреу бұлай, сосын біреу мынақа, біреу астыңғы жаққа қарай кетіп жатыр. Және осыдан бұлайнан тағы біреу кетеді. Осылай ғой, міне, мына бір жерлерді әдемілеп сызуымыз керек. Мұндай жерлерде шығып қалып бір-бірлеріне тимей қалған нәрселер болса, бұның барлығын білдіртпей бірдеңеге қосып жіберу керек. Міне, үстіп неқа жалғап жіберу керек. Міне, неқа шығып кетті ма, бұны да бір бәлеге бүйістеп жібере салу керек. Үстіп әкеп мынаған тигізіп қоюға болады. Үстінен бірнеше қайтара бояу керек. Неге? Өйткені бір жерінде шығып қалып қоймау керек анау. Шошиып бір жерде шығып кетпеу керек. Мыналардың арасын бүйтіп бояп жіберіп, неқа қоса саласыз ғой, бүйтіп. Неқа шығып кетті тағы да, енді бұны да барып мынаған қоса саласыз. Үстін бояп жібересіз. Мынандай шығып тұрмау керек қой. Түсіндік па? Сол кезде бұл нейрографика. Ал бәрі бірдей бүйтіп, былай бір сызық, былай бір сызық қылатын болсақ, оның жан-жағындағылар бөлек бүйтіп мынаған жалғасып кету керек. Ал мынаның ішіндегі әрине ол үш бұрыш күйінде қала береді. Бірақ былай да былай кілең тіке сызықтарға өйстеп қоя беретін болсақ, ол нейрографика емес ешқандай да. Мынандай сызықтар бар, бірақ аяқ жағы былай ирек болып кетіп, бір бәлеге жалғанып, бүйтіп кеткен болу керек қой. Түсіндік па? Сондай кезде ғана ол
нейрографика болады. Жалпы біраз нәрсе мәлімет берілді деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар, жазыңыздар. Мен міндетті түрде сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Нені түсінбей жатырсыздар, не қалай болып жатыр, қандай тілектер тіледіңіздер, сол тілектеріңіз дұрыс па, дұрыс емес па? Көп адамдардың арманы орындалмай жататын себебі олар сол тілектің өзін дұрыс қоймайды. Мысалға, карьера деген жерге олар баланы қойып қояды. Мысалы, осындай балалы болсам, ұлды болсам, қызды болсам деп қойып қояды. Сосын ол әрине орындалмайды. Ол әрқайсысы секторы бөліп 9 секторға бөлді. Неге? Оның өзіндік ерекшелігі бар ғой, өзінің маңыздылығы бар. Әйтпесе бір ғана сектор болып сол тілекті орындай бермей ма? Ондай болса, оны арнайы бөліп қойды. 9 секторға 9 мындай сурет салдық біз, иә? Менікі 9-дан да көп. Өйткені өзім үйде отырып та сала берем, соны қайттан сала берем. Сондықтан мен ертең жинаған кезде біреуінде 3, біреуінде 1, біреуінде 5 болуы мүмкін. Енді оны жинаған кезде көресіздер. Жарайды, көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Негізі көп сөйлегенді онша ұнатпаймын, бірақ енді сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Сонда да түсініксіз болатын болса, комментарийға міндетті түрде сұрақтарыңызды жазыңыздар. Түсініксіз болған сұрақты жазыңыздар. Лайк басыңыздар, подписаться деген батырманы басып қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сөйтіп энергия обмен жасап қойыңыздар. Сіздер бұл курсты тегін алып жатқан жоқсыздар, сол кезде сіздер сатып алғанмен бірдей боласыздар. Әрқашанда арман тілектеріңіз орындалсын деген тілекпен мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аманшылықта жүздесейік.